Баршаңызға сәлем достар, Малика Шавкат қызының арнасына қош келдіңіздер. Бүгін Баялдыдан жасалатын дәруменге бай икра дайындаймыз. Алдымен қажетті көкөністерді ұсақтап турап аламыз. Бізге баялды, тәтті болгар бұрышы, қызанақ, пияз және сарымсақ қажет. Алдымен қазанға қажетті мөлшерде сұйық май құйып, ең бірінші ұсақтап туралған пиязды жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Келесі кезекте тәтті болгар бұрышын салып жақсылап қуырамыз. Естеріңізде болсын, көкөністердің барлығын жоғары отта қуырамыз. Көкөністер жақсы қуырылу үшін 2-3 минут сайын қозғап отырамыз. Тәтті болгар бұрышынан кейін ұсақтап туралған баялдыны саламыз. Баялды мен қалған көкөністер бірігіп, біркелкі араласып болғаннан кейін жоғары отта қуыруды жалғастырамыз. 2 минут сайын, 3 минут сайын осылай қозғап отыруды ұмытпаңыздар. Келесі кезекте қызанақты саламыз. Қызанақты да жақсылап араластырып, қуыруды жалғастырамыз. Қызанақ жақсылап қуырылып болғаннан соң осылай суы бөлініп шығады. Сосын сарымсақты саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және лавр жапырағын салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң қақпағын жауып, 40 минутқа бұқтырып қоямыз. Жаздық дәрумендерді бойына жинақтаған икра осымен дайын. Балалық шақта осындай икраны өзіміздің аулада өсіп тұрған көкөністерден дайындап, анашымның тандырға жапқан ыстық нанымен жейтінбіз. Өте дәмді болып шығады, балалық шақтың дәмін еске салады. Сіздер де дайындап көріңіздер.